Сәлем баршаңызға, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше салатымызды бастайық. Бізге ең алдымен осындай копченый колбаса қажет болады. Видеодағыдай соломка етіп турап шығатын боламыз. Колбасаларымызды турап болдық. Енді тұздалған қиярларымызды да соломка етіп турап шығатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай құрамы өте қолжетімді әрі тез дайын болатын салаттардың бірі. Содан соң пісіріп алған жұмыртқаларымызды да соломка етіп турап шығатын боламыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске басарлар, тәттілер, ыстық тағамдар және де салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Міне жұмыртқаларымызды да турап болып қалдық. Енді консервіленген жүгерімізді суынан құрғатып, оны да салатын боламыз. Содан соң дүкеннің арнайы сухариін қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. 3 ас қасық майонезімізді саламыз. Және де аздап бұрыш қосып жіберсеңіздер де болады. Содан соң салатымызды жақсылап араластырып, тәрелкемізге салып, дастарханға ұсына берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет әрі тойымды салаттардың бірі. Мінекей салатымыз дайын. Енді тәрелкемізге салып, дастарханға ұсына берсек болады. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.